Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен бақшамдағы жүгеріні қайнататын боламын. Балғын жас жүгеріні дүмбіл деп атайды. Сол дүмбілді бүгін қайнататын боламын. Дүмбілдерімді жинап алып, сыртын бір рет сумен жуып алдым. Тазалап, жақсылап жуып. Мен жүгерілердің қабығының бәрін аршымайтын боламын. Шашағын алып тастаймын. Сөйтіп сыртқы қабықтарын алып тастаймын. Тек қана соңғы қабығын қалдырамын. Барлық жүгерілерімді солай жасаймын. Шашақтарында кәделеріңізге жаратсаңыздар болады. Шашағы да өте пайдалы. Жүгерінің шашағын қайнатып ішсеңіздер, бүйрекке өте пайдасы зор. Міне осылай барлық жүгерінің сыртқы қабықтарын аршимын. Соңғы бір қабатын қалдырамын. Дүмбілді қайнатып жесеңіздер, тістеріңізге де жұмсақ, өте дәмді. Барлығын дайындап алдым. Енді жүгерілерімнің сыртынан тұздайтын боламын. Міне осы видеода көріп отқандарыңыздай жүгеріні осылай тұздаңыздар. Енді кастрөлді алып, жүгерілерімді салдым. Енді үстіне су құямын. Көп су құймаймын. Жүгерілерім батып тұру керек. Міне суымды құйып алдым. Енді отқа қойып, қақпағын жауып қайнатамын. Суым қайнады. Оттың астын басып, қақпағын жауып қайнатамын. Қайнап шыққаннан кейін 20 минут қайнатамын жүгеріні. 20 минутта жүгерілеріңіз дайын болады. Міне менің жүгерілерім дайын болды. 20 минуттан кейін барлық жүгерілерімді шығарып жатырмын. Міне жүгерілерім пісті. Пісіп болған жүгерілерімнің қабығын аршимын.
қабықтарын аршып тазалап аламын. Жиырма минуттың ішінде мені жұп-жұмсақ болып пісті. Мені барлық жүгерілерімді тазалап алдым. Жеуге дайын. Назарларыңызға рахмет. Егер де менің видеом ұнаса, комментарий жазып, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі видеолар болады. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.